Бүгін біз Шайыл Шымкенттегі Максимум мектебіндеміз. 11-ші сыныптың балаларымен жұмыс жасадық. Ол жерде тренинг семинары болды. Балалардың, яғни ұбт-ға дайындықтағы ерекшеліктер, ол позитив қай жаққа жұмыс істеу керек, негатив деген не нәрсе, оның ұбт тапсырушының, яғни мұғаліммен қарым-қатынасы, өзінің болашақтағы мамандығына қатысты, ата-анасымен, қоршаған ортамен деген секілді жоғары сыныптың балаларын уайымдататын тақырыптарды қаузадық. Ол жерде балалар өздерінің еркін сұрақтарын қойып, соған жауаптарын алды. Тіпті ұбт-дағы тиімді әдістерді, соған стресске қатысты, депрессиясы деген мәселеге қатысты, немесе өз қоғамдағы болып отқан кейбір кертартпа қылықтардың бүгінгі жастардың арасында өршіп тұрған проблемаларды көтердік дегендей соларға жауабын алды. Жалпы 10 мен 11-ші сыныпта ой еңбегімен қатар дене еңбегінің маңыздылығын және қоғамға үлгі көрсету, жақсылық жасау арқылы ата-анаға, елге, отанға қызмет етудің көрсеткіштері туралы айтылды. Тренинг өз деңгейінде жақсы болды деп ойлаймыз, өйткені жастардың соңына қойған сұрақтары, түйіндеуі, ой қорытулары ерекше шықты.